Саудалық атауы уралисан, халықаралық патенттелмеген атауы жоқ, дәрілік түрі ішуге арналған 25 мл ерітінді және ішуге арналған капсулалар. Уралисан препаратының құрамында жалбыз эфир майы, жұпаргүл сығындысы, жабайы сәбіз сығындысы, құлмақ бүршігінің сығындысы және самырсын майы бар. Фармакологиялық қасиеттері: өсімдік тектес біріктірілген препарат. Уралисан препаратының құрамдастары несеп шығару жолдары мен бүйректегі қабыну құбылыстарын азайтады. Бүйрек пен бауырды қанмен қамсыздандырудың күшеюіне ықпал етеді. Диуретикалық, бактерияларға қарсы, өт айдайтын әсер береді. Несепте қорғаныш коллоидын түзеді және жоғары несеп жолдары мен өт қабы тегіс бұлшықеттерінің тонусын қалыпқа келтіреді. Уралисан мочевина мен хлоридтердің шығарылуын арттырады, бүйректен құмның шығарылуына ықпал етеді. Қолданылуы: жедел және созылмалы бүйрек және несеп шығару жолдарының жұқпаларында, цистит пен пиелонефриттер, несеп тас ауруында және несеп қышқыл диатезінде. Созылмалы холециститтер өт жолдарының дискинезиясы, өт тас ауруларында қолдануға болады. Қолданылу тәсілі және дозалары: тамақтану алдында ішу арқылы қабылдайды. Ересектер үшін ұсынылатын доза 1 капсуладан тәулігіне 3 рет. Жедел жағдайларда, оның ішінде бүйрек және бауыр шаншуы кезінде емдеу курсының ұзақтығы 5-тен 7 күнге дейін, созылмалы жағдайларда 7 күннен 1 айға дейін. Бүйрек және бауыр шаншуы кезінде 1 реттік дозаны 2 капсулаға дейін 1 мәрте жоғарылатуға болады. Мұнан соң келесі қабылдауда әдеттегі 1 реттік дозаға оралған жөн. Уралисан тамшысының қолданылу тәсілі: тамақтың алдында ішке қабылдайды. 2 және 7 жасқа дейінгі балалар үшін тек дәрігердің тағайындалуымен қолданылады. 7 және 14 жастағы балалар үшін 5-6 тамшыдан күніне 3 рет, ересектерге 8 және 10 тамшыдан күніне 3 рет. Уралисан тамшысын 1 кесек қантқа тамызу арқылы қолданасыз. Қолдануға болмайтын жағдайлар: препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық, гастриттер, асқазан мен 12 елі ішектің ойық жара аурулары және 2 жасқа дейінгі балаларға жүктілік пен лактация кезінде қолдануға болмайды.